Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді болып пісетін, құрамына ешқандай да қант қоспай, өте дәмді торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы тұрған сары май керек болады. Бұл жерде мен маргарин емес, сары майды пайдаландым. Енді үстінен 2 жұмыртқаны жарып қостым және сгущенка қостым. Сгущенканың барынша қою болғандығы дұрыс. Мен бұл жерде 1,5 банка сгущенканы қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып алдым. Бізде осындай сұйықтық пайда болды. Енді иеліктен өтіп дайын тұрған оның үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған ұнымызды сұйықтығымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді миксермен қозғап, миксердің баяу жылдамдығынан бастап араластырып аламыз. Араластыру барысында жылдамдықты шамалы көтереміз. Бізде осындай қаймақ тәріздес өте қою теста пайда болды. Дайын болған тестамызды пісіруге осындай қағазды пайдаланғанымыз дұрыс. Мен қағазды жайып алып, өзіме ыңғайлы форма жасап аламын. Міне мен барлық қағаздарымды бір формада сызып дайындап алдым. Енді дайын тестамызды алып, формаға құйып шықсақ болады. Мен 1,5-2 қасық шамасында құйдым. Егер сіздер үлкен формада жасайтын болсаңыздар, әрине 3 қасық, 4 қасық шамасында құйып аласыздар. Бастысы біздің корждарымыз өте қалың болып кетпеуі керек. Қасықтың көмегімен тестамызды форманың шетіне шығармай, жақсылап асықпай жайып аламыз. Барлығын формаға бірдей етіп жайып шықтым. Енді 150 градуста ысып тұрған табада 5-7 минут шамасында пісіріп аламыз. Одан ұзақ уақыт тұрмау керек. Егер ұзақ уақыт тұрса, біздің корждарымыз қатып қалатын болады. Яғни біздің тестамыз өте жұқа етіп жағылған, сондықтан да 5 минут шамасында пісіріп алдым. Міне біздің корждарымыз дайын болып шықты. Өте жұмсақ болып пісті және осы қағазда өте тез алынатын болады. Корждарымыз суығаннан кейін қағаздарын алып дайындап аламыз. Корждарымыз суып дайын болғанша кремін дайындай береміз. Креміне мен сгущенка мен қаймақты араластырдым. Бұл жерде ең алдымен 1 банка сгущенка қостым және үстінен қаймақты қосып, жақсылап миксермен араластырдым. Барлық салманың мөлшерін астыдағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, соған қарап жасасаңыздар болады. Яғни осы торттың атауының үстін басатын болсаңыздар, описание бөлімі ашылады. Кремін миксермен араластырып дайындап алдым. Кремі сәл сұйықтау болады. Біраз қоюлана түсу үшін тоңазытқышқа жарты сағат 1 сағат уақытқа қоя тұрамын. Креміміз 1 сағат уақыт тұрды, шамалы қоюланған екен. Енді корждарымызды алып бетіне жаға бастаймын. Креміміз сұйық болғандықтан 4-5 қасық шамасында құйдым. Осылайша барлығын бірінің үстіне бірін жаға отырып, корждарымызды жинап аламыз. Креміміз сұйықтау болды, бірақ бұл біздің тортымыздың дәміне ешқандай әсер етпейді. Осы кремнің арқасында біздің тортымыз өте дәмді болып шығатын болады. Кремді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасайсыздар. Егер қою болып шыққанын қаласаңыздар, сливкиден жасасаңыздар болады. Бірақ сливкиден жасаған кремге қант қосу керек болады. Менің арнамда бірнеше торттардың, пирогтардың, өте дәмді десерттердің түрлері бар. Оны менің каналымның
видео бөліміне өтетін болсаңыздар ашып көре аласыздар. Арнамның дамуына аз да болсын өз үлестеріңізді қосып, жанындағы тіркелу батырмасын басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Торттың бетіне пионер печеньесін пайдаландым. Алдымен печеньені қолымен ұсақтап алдым. Енді торттың бетіне сүйіп шығамын. Торттың бетін әсемдеуге осындай альбени печеньесін пайдаландым. Әрине бетін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сәндей бересіздер. Енді қасына шиені араластырып қойып шығамын. Осылайша біздің тортымыз дайын болады. Міне осымен біздің тортымыз дайын болып шықты. Енді арасына кремі жақсылап сіңу үшін тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қоя тұрдым. Дайын болған торттың арасын сіздерге кесіп көрсетемін. Міне өздеріңіз көріп отырғандай өте керемет торт болып шыққан. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Егер сіздер де дәл осы тестамен жасап көрсеңіздер, сіздердің торттарыңыз өте дәмді, өте керемет болып шығады.